Бір кісі пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, келіп, дін деген не? деп сұрағанда, дін көркем мінез деп жауап береді. Әлгі адам айналсоқтап кетпей, бір қойған сауалын бірнеше рет қайталаса да, пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дін көркем мінез деп жауап берген екен. Хазіретті Мәулана, біліп қойыңыз, әдеп адам тәніндегі рух, әдеп әулиенің көзі мен көңілінің нұры. Егер шайтанның көзін жойғың келсе, көзіңді ашып қара, шайтанды құртатын әдеп. Адам баласында әдеп болмаса, ол шындығында адамдық болмысын жоғалтады. Әдеп адам мен хайуанның арасындағы айырмашылық деген. Ғұлама Ибн Мүбәрак, Алла оны рақымына алсын, барлық ілімдерді білетін адамның әдебінде кемшілік бар болса, оны мен көріспегеніме өкінбеймін. Мұны өзіме зиян деп білмеймін, бірақ әдепті адаммен көрісе алмасам, өкінемін деген екен. Құстың қос қанаты секілді мұсылман баласына білім де, әдеп те әркез керек. Ислам діні қандай таза болса, мұны екі дүниемнің бақыты деп білген әрбір мұсылман әдеп негізінде өмір сүреді. Дініне титтей де кір келтірмеу үшін өмірлік мақсатын ихсан ілімінің аясына топтастырады. Міне, ихсан ілімі иман иесінен осыны қалайды. Қандай да бір мұсылман бауырына қараған сәтте, оның бойынан кемшілік көрсе, бұл нәрсе менде де болуы мүмкін деп өз-өзін көркем мінезділікке тәрбиелеу керек. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Мұсылманның айнасы, өзгенің кемшілігін өзінің бойынан көреді деп айтқан. Ілім қақпасы атанған Хазіреті Әли, Алла оған разы болсын, ең алдымен өз нәпсіңе, сосын барып өзге адамдарға насихат айт десе, ғұлама ғалым имам Шафиғи, Алла оны рақымына алсын, өзіңе қатты, өзгеге жұмсақ бол деп өнегелі сөз қалдырған екен. Сахабалар пайғамбарымыздан қандай амал көрсе, оны лезде іске асыруға асығатын. Сондай ардақты сахабаның бірі Әбу Дарда, Алла оған разы болсын, бір күні түнде тұрып, пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын секілді, уа Аллам, бейнемді әдемі етіп жаратқаның секілді, мінезімді де көркем ете көр деп таңға дейін дұғасын жалғастырады. Таң атқаннан кейін әйелі, уа Әбу Дарда, бүкіл түнгі дұға мен қажеттіңнің барлығын көркем мінез жайында сұраумен болдың ғой, неге соншама таңға дейін мұндай дұға жасадың деп сұрайды. Сонда Әбу Дарда, уа Умму Дарда, бір мұсылман мінезін әдемілей ғұмыр кешетін болса, көркем мінезі оны жәннатқа жетелейді. Егер мінезі жаман болып тіршілік кешсе, жаман мінезі тозаққа итермелейді деп себебін жеткізген екен. Сондықтан ихсан ілімі жекелеген тұлғадан бастап күллі қоғамды қамтитын әдеп мектебі. Дін тәрбие құралы. Дін қай жерге ұяласа, сол жерге тыныштық пен береке, әдеп пен мейірімділік көрініс беруі тиіс.